Мінекей бізде екінші полочкасы бітті. Түсінен қарағанда осылай көрінеді. Енді қалғаны бізде спинкасы. Спинкасын біз екі жақтан убавка жасайтын боламыз. Полочкасында бір жақтан убавка жасадық. Ал енді спинкасында екі жақтан убавка жасап тоқитын боламыз. Сонымен бастайық. Міне, мына жерден тоқыдық. Енді біз мына жерден жалғастырамыз. Спинкасын бастаймыз. Бірінші 3 воздушный аламыз. 2, 3. Сосын убавка жасаймыз. Екеуін тоқимыз. Мына жіпті тоқыған кезде арасына қалдырып отырамыз. Кейін тоқып болғаннан кейін шетінде артық жіптер шығып тұрмау үшін. Мінекей екіншісінің жартысын аламыз. 3 петляны бірге тоқимыз. Бір убавка жасадық. Енді қатардың соңында убавка тағы да жасаймыз. Міне қатардың соңына келдік. Енді екеуін қалдырамыз. Соңғы екеуіне убавка жасаймыз. Міне соңғы екеуінен убавка жасаймыз. Міне аламыз. Екеуінен аламыз. Кейін келесі столбикті тоқып, екеуінен аламыз. Және үшеуін бірге тоқимыз. Енді келесі қатарға өтеміз. 3 воздушный айналдырамыз. Мінекей. Екі жерден убавка жасадық. Дәл осылай 5 қатар тоқимыз. Бірінші қатарын тоқыдық. Енді тағы да убавкамен 4 қатар тоқимыз. Міне 5 қатар тоқыдық убавкамен. Енді келесі қатарларды убавкасыз бір келкі етіп, бұлай ұзындығы 15 сантиметрге жеткенше тоқып шығамыз. Ол менде полный 14 қатар шықты. 5 қатарын тоқыдым. Енді 9 қатар убавкасыз, прибавкасыз осылай тігінен тоқып шығамын.